Бізге осы жақсы ізгі амалдар көп жетпейді. Бізге ізгі амал керек, ағайындар. Адамды құтқаратын ізгі амал. Ізгі амалды тек қана сізбен біз білетін тек санаулы құлшылықтармен ғана шектемеуіміз керек. Ізгі амалдың мағынасы өте ауқымды, ағайындар. Ізгі амал тек қана намаз, ораза емес. Әлбетте бұлар ізгі амалдар, басында тұрған шығар. Бірақ ізгі амалдар өте көп. Жылы сөйлеудің өзі ізгі амал. Қиналып тұрған адамның жанынан табылуда ізгі амал. Қадірменді ағайын, қиналған адамның жанынан табылу деген сөз, ол міндетті түрде көмек деп түсінбеу керек. Әлбетте көмек, қолда ол үлкен нәрсе. Бірақ кейде адамның жанында отырып, тілеулес болудың өзі үлкен сауаптамал. Айша анамыз айтады, Алла өксін разы болсын. Айша анамызға жала жабылған кезде, жала жабылды Айша анамызға. Сонда Айша анамыз жылап отырады екен. Сөйтсе Айша анамыздың қасында бір әйел жылап отырады дейді. Айша анамыз сол әйелді өле-өлгенше аузынан тастамай кетті дейді. Қараңызшы, адам қиналған кезде жанында отыру кейде. Жанында отырып, шама келгенше жылы сөзбен демеу беру, міне ізгі амал.